Сен енді ешқашан ұлдарымыздың басын сипай алмайтын боласың. Осы сөздерден кейін ол Серпухов орманында әйелінің екі қолын шауып тастады. Азаптау 1,5 сағатқа созылды. Нәтижесі екі қолдан айырылу. Ең ауыры бұл сұмдықты жасаған өмірлік серігім деп сенген адамы. Бүгін біз мінсіз отбасы деген атаудың артында жасырынған құбыжық және бүкіл елді дүр сілкіндірген Маргарита Грачеваның тағдыры туралы айтамыз. Құрметті тыңдарман, подкастты бастамас бұрын сізден өтініп сұраймын. YouTube'да қазақ тілді арнамның дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Менің каналыма тіркеліп, подкаст туралы 1-2 пікірлеріңізді қалдырып, лайк басыңыз. Бұл сіздің маған жасаған ең үлкен сыйлығыңыз. Үлкен рахмет. Сонымен оқиғаға оралайық. Сырт көзге мінсіз болып көрінген отбасындағы ер адам мұндай жауыздыққа не үшін барды? Бұны түсіну үшін оқиғаны басынан баяндау керек. Маргарита Шейкина мен Дмитрий Грачев 2012 жылы үлкен махаббатпен үйленген. Ол кезде Маргарита 20 жаста. Ол жергілікті газетте маркетолог болып жұмыс істейді. Үйленгеннен кейін көп ұзамай Маргаританың лауазымы жоғарылап, ол өзі істейтін бөлімшенің бастығы болып тағайындалады. 1 жылдан кейін Маргарита мен Дмитрийдің тұңғыш ұлдары Дмитрий, тағы 1 жылдан соң кіші ұлдары Данил дүниеге келді. Маргарита 2 ұлмен декреттік демалыста отырады. Декреттік кезең аяқталып, балаларды балабақшаға беріп, жас келіншек жұмысқа шығады. Себебі жаңа үй, қажетті дүниелерді алу үшін әрине ақша керек. Осы кезден бастап отбасында жанжал көбейе бастайды. Себебі Дмитрий қатты қызғаншақ еді. Дмитрий Грачев әйелін жеке тұлға ретінде емес, өз меншік ретінде көрді. Әйелінің мансабының өсуі, жұмысқа әдемі болып боянып, киініп баруы күйеуінің ішкі қорқынышын оятты. Күйеуінде Рита үйде отырғанда бұлай сәнденбейтін, кім үшін тырысып жүр деген күдік туындады. Әйелі оны менсінбей тастап кететіндей көрініп, өз-өзімен Маргарита жұмысқа барған сайын сен кім үшін боянып алдың, кім үшін киініп алдың, кіммен сөйлестің деп тергеп ұрыс шығара береді. Дмитрий әйелін себепсіз кім көрінгеннен қызғанып, оның телефонын тексеріп, маникюр жасамайсың, ананы кимейсің, жұмысқа боянбай барасың деген шектеулер қоя бастайды. Дмитрийдің қызғанышы шегінен шықты. Бір күн ол Ританың барлық бояуларын сындырып, жарамсыз етіп тастайды. Тағы бір жанжал кезінде оның телефонын шағады. Барлық абьюзерлер сияқты Дмитрий өзінің тираниясын біртіндеп бастады. Ол Маргаританы ұрған жоқ, тек қатты психологиялық қысым көрсетті. Оған әйелі адал емес сияқты көрініп, үнемі біреумен сөйлесіп, кездесіп жүргендей елестейтін. Дмитрийдің қызғанышының нақты себебі жоқ болғандықтан, әрбір жанжалдан кейін ол Маргаритадан кешірім сұрап, енді олай жасамауға уәде беретін. Бірақ біраз уақыт өткен соң барлығы қайтадан басынан басталатын. Маргарита Дмитрийге өзінің адал екенін дәлелдеуден қатты шаршап, ақыры екеуінің аралары суып кетеді. Ештеңе істемей кінәлі болудан, күйеуінің алдында күнде ақталып қорқып жүруден қатты шаршаған Рита Дмитрийдің өзгермейтініне көзі жетеді. Осылай өмір бойы жүргісі келмей, отбасылық өмірінің 5-ші жылы ажырасамыз деген шешім қабылдайды. Бірақ бұл Ританың ғана шешімі. Дмитрийде барлығы жақсы еді. Сіз қалай ойлайсыз? 5 жыл өмір сүрген адамдар бір-бірінің бойынан жауыздықты байқай ма? Әлде Дмитрий өзінің қандай адам екенін Ритадан жасыра алды ма? Меніңше Рита барлығын сезген сияқты. Сол себепті де ол ажырасқысы келген. Екеуінің аралары суып жүргендіктен күйеуі ажырасу туралы сөз шыққан соң үйден кетіп қалады. Әлі заңды түрде ажырасып үлгермесе де, Дмитрий үйге балаларды көру үшін келіп кетіп жүреді. Араларында бала болғандықтан Рита да онымен араласып тұрады. Әр келген сайын Дмитрий Ритаға қайта-қайта қосылғысы келетінін, өзгеретінін, енді бәрі басқаша болатынын айта береді.
бірақ Рита оған ажырасу туралы шешімнің түбегейлі екенін түсіндіреді. 2017 жылдың 10 қарашасында Дмитрий тағы да Ритамен сөйлесуге келеді. Рита көлікке отырғанда Дмитрий оны орманға алып барып, сол жерде оған пышақ төсеп, сен менікісің, менімен ажыраспайсың, егер ажырассақ, мен сені өлтіремін деп қорқытады. Осы оқиғадан кейін қатты қорыққан Маргарита полицияға барады, бірақ полиция қызметкерлері оған бұл отбасылық жанжал, өз мәселелеріңді өздерің шешіңдер, екеуінің араларында балалар бар, өз күйеуіңе өзің арыз жазғаның үшін ертең өкінесің деген сөздермен әйелден арыз алмай шығарып салады. Егер осы кезде полиция Ританың арызын қабылдап Дмитрийді жауапқа тартқызса, қайғылы оқиға болмас еді. Дмитрий бұл оқиғадан кейін Ританың дәрменсіз, ал полицияның оған ештеңе істемейтінін түсінеді. Араға бір ай салып, 11 желтоқсан күні Рита әдеттегідей балаларын балабақшаға тастап, жұмысқа бара жатады. Алдынан күйеуі Дмитрий шығып, оны жұмысқа апарып тастауды ұсынады. Осының алдындағы жағдай Ританың есінде. Әрине ол көлікке отырғысы келмейді, бірақ Дмитрий сөйлесу керекпіз деп болмай тұр. Ажырасуына аз қалған Рита, балаларымның әкесі ғой, жақында бұдан құтыламын, сөздерін тыңдай салайыншы деп көлікке отырады. Бұл оның өз еркімен жасаған соңғы қадамы еді. Машинаның есігі тарс жабылды. Дмитрий көлікті оталдырып, Ританың жұмысына емес, тозаққа қарай бағыт алды. Дмитрий бірден Ританың қолынан телефонын жұлып алып, көліктің есіктерін жауып тастайды. Қыс ішінде ең орманға жеткен Дмитрий шарасыз әйелін көліктен алып шығып, 1,5 сағат бойы қинайды. 1,5 сағат Маргарита үшін шексіздік сияқты көрінді. Бұл оның өміріндегі сұмдықтардың басы ғана еді. Әйелінің ажырасатынына көзі жеткен Дмитрий Маргаритадан менікі болмасаң, сен ешкімдікі болмайсың деп кек алу үшін дайындалып келген екен. Сені ешкімге бермеймін деген маниакалды ой оған маза бермеген. Ол әйелінің өзінен кетіп қалуын жеңіліс ретінде қабылдады. Оның мақсаты тек Маргаританы жазалау емес, оны мүгедек қылу арқылы сені енді ешкім сүйе алмайды, өмір бойы жалғыз өтесің деген ойды іске асыру еді. Ол машинаның багажнигінен жгут пен балтаны алып шықты. Қазір мен айтатын деректер сіздің төбе шашыңызды тік тұрғызуы мүмкін. Себебі Дмитрий бұл іске кездейсоқ ашу үстінде барған жоқ. Ол бәрін секундтық дәлдікпен есептеп қойған. Жгуттармен әйелінің қолдарын қысып байлап, кішкентай бөренені көрсетіп, осы жерге қолдарыңды қой, қазір мен оларды шауып тастаймын деп айқайлайды. Дірілдеп тұрған Рита қорыққаннан қолдарын бөренеге қояды. Балтаны көтеріп тұрып Дмитрий Ритаға: сен енді ешқашан біздің бұлдарымыздың басын сипай алмайтын боласың деп балтамен қолдарын шаба бастайды. Азаптау сәтінде Рита есінен таңбайды. Ол барлығын көзімен көріп, жанымен сезіп тұрды. Садист күйеуі оның қолына алдын ала жгутты байлаған себебі әйелі қан жоғалтып өліп қалмасын деген жоспар екен. Ол тек Маргаританы кемтар қылып, өмір бойғыға жазалағысы келді. Егер ол Ританы өлтірсе, көп жылға түрмеге отырары сөзсіз. Ал қолдарын шауып кемтар болған әйелін өзі ауруханаға апарып, ары қарай өз еркімен полицияға барлық қылмысын мойындаса, жасағаны үшін қатты өкінетінін айтса, ресейлік заң бойынша жазасының 1/3 қысқаратынын алдын ала білген. Оған қоса енді әйелінің 2 қолы жоқ, олардың кішкентай балалары бар. Сот осының бәрін ескеріп, Дмитрийді көп жылға қамамайды деп барлығын есептеп қойған. Сөйтіп, Дмитрий жоспарға сай қолдары шабылған Ританы қайтадан көлікке отырғызып, ауруханаға қарай жол тартты. Жолда ол көліктің терезесін ашып,
терең тыныс алып, неткен адреналин деп қайта қайталап рахаттанып бара жатты. Рита болса жылаған жоқ, ол тістеніп отырды. Жауыз әйелін ауруханаға әкелді. Осы кезде Рита дәрігерлерге анасының номерін айтып, анама хабарласып, балаларды балабақшадан алсын деп сұраңыздаршы деген сөздерді айтып үлгеріп, есінен танып қалады. Ары қарай дәрігерлер Ританың өмірі үшін күреседі. Себебі ол қатты травмалық шок алған. Ританы көрген медиктар да шокта болады. Полицейлер орманға бірден барып, Ританың қолдарын іздейді. Кесіліп қалған қолдарды арнайы термоконтейнерге салып, ауруханаға жеткізеді. Ританың оң қолы жинауға келмейтіндей болып ұсақталып қалған екен. Ал сол қолының сүйектері 8 жерден сынған. Дәрігерлер тез арада ота жасап, ары қарай Ританың сақталып қалған сол қолын өзіне қайтадан тігіп көру үшін оны жедел жәрдем көлігімен Мәскеуге аттандырады. 9 сағатқа созылған операция, тігілген тамырлар, сынған сүйектер және аз ғана үміт бар еді. Дәрігерлердің өздері де сенбеген керемет орындалар ма екен? Ританың ата-анасы Құдайға жалбарынып отыр. Мәскеулік дәрігер Вадим Бережной мүмкін емес кереметті жасады. Ол Ританың табылған қолын қайтадан тігіп, оны сақтап қала алды. Жас келіншектің қолы бұрынғыдай жұмыс істей алмайды, бірақ оны ұзақ жылдар бойы реабилитациядан өткізу арқылы біраз болсын икемге келтіруге болады деген болжам айтты. Ал екінші қолға протез керек болады дейді дәрігер. Дмитрий Грачев болса ауруханадан кейін бірден полиция бөлімшесіне барып, мен әйелімнің қолдарын шауып тастадым деп, бірден уақытша тергеу изоляторына қамалған. Дмитрий ол жерде де Ританы мазалауын тоқтатпады. Ол оған хат жазып жіберді. Хатында Рита ақымақ болуды доғар, мені тос, мен түрмеден шыққан соң біз бәрібір бірге боламыз деп жазған. Осы сұмдық оқиғадан кейін бүкіл Ресей дүр сілкінді. Оқиғаны жаңалықтардан көрсетіп, журналистер ауруханаға барып, Ритамен сөйлескілері келді. Адамдар екі тарапқа бөлінді. Кейбіреулері Ританың өзін кінәлі дейді. Олар күйеуі солай істесе, демек соған өзі жеткізді, демек жүріс жүрген шығар десті. Екіншілері қандай жағдай болса да біреудің қолын кесіп тағдырын шешетіндей күйеуі Құдай емес, ажырасамын десе әйелін босату керек еді десті. Бір күнде өмірінің астан кестеңі шыққан Ританың бір қолы жансыз, екінші қолы жоқ. Жанының ауырғаны былай тұрсын, ол жай ғана киім кие алмайды, тамақ іше алмайды, тіпті бетін де жуа алмайды. Ал балалар ше? 3 және 4 жастағы балапандарға анасының қолы қайда екенін, оларды кім кесіп тастағанын қалай түсіндірмек? Осындай қиын сәтте Ританың қасынан ата-анасы табылды. Олар қыздарын толығымен қолдап, қорғап, немерелерін өздері қарай бастайды. Күйеу баласы жасаған қылмыс үшін барынша ұзақ уақытқа түрмеге отыру үшін Ританың анасы қоғамда резонанс тудырды. Ол іске журналистерді араластырып, қызымның еш кінәсі жоқ, ол адал келіншек, жай ғана ажырасқысы келді деп оны қорғаштады. Ресейлік каналдар Ританың болған оқиғасын баяндап бірнеше бағдарламалар түсірді. Оларда Рита қолсыз отырса да, күлімдеп отырып өз оқиғасын айтып берді. Андрей Малахов одан сен осындай қиындықтан кейін қалай күле аласың дегенде, Рита оған мен жылағанмен менің қолым өсіп шықпайды. Мен тірі қалдым. Ең маңыздысы осы, және ары қарай жақсы өмір сүруге ниеттімін деп жауап берген. Бағдарламадан кейін жанашыр жандар ақша жинап, Ританың оң қолына арнайы протез алуға көмектесті. Ританың анасы ол ауруханада жатқанда балаларға аналарының көлік апатына тап болып, қолдарынан айырылғанын айтқан.
Серпухов қаласының соты Дмитрий Грачевті қатаң режимдегі түзету колониясында 14 жылға бас бостандығынан айырды. Рита жазаны тым жеңіл, мұндай әрекеттер үшін оны өмір бойына бас бостандығынан айыру керек деп санайды. Сот Рита мен Дмитрийді заңды түрде ажырастырып, Дмитрийді ата-ана құқығынан айырды. Сонымен қатар сот бастапқыда Ританың арызын қабылдамай қойған полиция қызметкерінде жауапқа тартып, оны 3 айға бас бостандығынан айырды. Ауруханадан шыққан соң Ритаға жаңа қолдарымен өмірін қайтадан бастауға тура келді. Ол Серпуховтан көшкісі келді. Қоғамның қысымы бар, бұрынғы жер, бұрынғы адамдар, барлығы өткен өмірін еске салады. Достары мен туыстар оны көшуден бас тартуға көндіруге тырысты, себебі бейтаныс қалада жалғыз өзі 2 баланы қалай тәрбиелейді. Бірақ Маргарита өз шешіміне берік болды. Балаларын алып Санкт-Петербург қаласына көшіп, сол жерден жаңа өмір бастады. Біртіндеп қолындағы жаралары жазыла бастады, жаңа жұмысқа орналасты. Қолымен бірге жанының да жаралары жазылды. 2019 жылы Маргаританың «Қолсыз да бақыттымын» атты кітабы жарық көрді. Кейін осы кітаптың желісімен «Өзі кінәлі» атты сериал да түсірілді. Рита қоғамда өте белсенді еді. Ол өз оқиғасын жасырмай, ашық айту арқылы мыңдаған әйелге күш беріп келеді. Сондай игі істердің бірі оның жаңа журналистік жұмысы еді. Маргарита Грачева Леонид Закошанскиймен бірге «Жақын адамдар» деген ток-шоудың жүргізушісі болып жұмыс атқарды. Бұл бағдарлама өмірде әртүрлі ауыр жағдайлар мен опасыздықтарды басынан кешкен адамдардан сұхбат алып, көмек беретін бағдарлама. 2020 жылы Маргарита Грачеваға жыл әйелі мүсіні табыс етілді. Маргаританың жеке өміріне келетін болсақ, ол музыкант пен құрылысшы Максим Андрющенко деген жігітпен танысты. Максим Ританың протезінен де, балаларының бар екенінен де, оның бұрынғы қорқынышты өмірінен де қорықпай, оны қалай бар солай қабылдады, қолдай білді. 2020 жылы Рита Максим Андрющенкоға тұрмысқа шықты. Оның жаңа күйеуін ұлдары әке деп атайды. Максим әйелінің барлық бастамаларын толығымен қолдап, оны бақытты ету үшін барлығын жасады. 2021 жылы олар ұлды, ал 2024 жылы қызды болды. Көп балалы отбасы 700 шаршы метрлік жер алып, сол жерде үлкен үй салып, бүгінде сол үйде бақытты өмір сүріп жатыр. Ританың Максиммен құрған некесі нағыз махаббаттың ешқандай кемшіліктерге қарамайтынының дәлелі. Бүгінде Маргарита Грачева тек қатыгездіктің құрбаны емес, ол өмірге деген нағыз құштарлықтың символы. Бұрынғы күйеуі Дмитрий қолдарын тартып алғанымен, оның бақытты болу құқығын тартып ала алмады. Тағдыр сізге қанша жерден қатал болса да, Рита сияқты күлімсіреуді тоқтатпаңыз. Ештеңеге қарамай бақытты болуды үйреніңіз. Себебі өмір қайталанбайтын ең басты құндылық. Келесі аптада, келесі подкастта кездескенше сау болыңыздар.